Қайырлы күн баршаларыңызға. Бүгін сіздерге чектер арқылы қалай сіздерге единица немесе ақша түсіруге болатынын көрсетемін. Көрсетілгендей Досмарт приложениесі арқылы чектеріңізді тіркей аласыз. Досмарт приложениесін Play Market'тен көшіріп алсаңыздар болады. Мұнда көрсетілгендей 1% продуктіге 0,5% аптекаға. Яғни тек продукт мен аптеканың чектері жарайды. 1% жаңа біз продукты жасаған чегімізді тіркейміз. Фото чек арқылы суретке түсіріп аламыз чегімізді. Асықпай сізге көрсетіп отырмын. Мына жерде фотоның суреті тұр. Чектер 3 күнге ғана жарамды, сондықтан бұрынғы чектер жарамайды. Мынау менің 2 чегім. Соны қазір бірге отырып жібереміз. Чектеріңіз ұзын болса, оны қысқартып бүктеуге болады. Тек итоғы барлық цифрмен РНМ фискальный чек деген цифрлар көрініп тұру керек. Ал егер қысқа чек болса, оны ашып ұзыннан түсіре беруге болады. Чектеріңіз анық болу керек, цифрлары көрініп тұру керек. Ал РНМ фискальный чек деген цифрлар болмаса, ол чекті қабылдамайды. Сондықтан осы чектерді жіберген кезде қарап жіберген дұрыс. Алкогольный, табачный өнімдерді де қабылдамайды. Ал егер продуктының арасында болса, оны қабылдайды. Хозяйственный товарлар, азық-түлік өнімдері, осы товарларға алған сомаңыздың 1%-ін төлейді. Чекті жүктегеннен кейін алған уақытын, сағатын және қанша теңгеге шыққан сомасын жазамыз. Және де таңдаймыз i2pay приложениесіне немесе балансқа түсіруге. Мен балансқа түсіргенді таңдадым. Сөйтіп отправить чек. Ваша заявка отправлена. Спасибо дейміз. Сіздерге де рахмет. Осы Досмарт приложениесін пайдаланып көріңіздер. Мынау менің соңғы түскен единицаларым 132 теңге деген. Және жаңа соңғы жіберген 2 чек. Және бұның чегін 1-2 күнде түседі. Максимум 3 күн. Сіздерге пайдалы болғаны қуаныштымын. Маған жазылып кетіңіздер. Сау